Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Жамбыл облысы Меркі ауданы нөмірі 5 Ағарал жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Ашырбаева Бағила Молдабайқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ондық бөлшектерді қосу және азайту. Бөлім тақырыбы ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану. Оқу мақсаты ондық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз ондық бөлшектерді оқу және жазу, ондық бөлшектерді салыстыру. Сіздің меңгеретініңіз ондық бөлшектерді қосу, ондық бөлшектерді азайту. Оқушылар, өткен тақырыпты еске түсірейік, келесі сұрақтарға назар аударайық. Бірінші, ондық бөлшектерді қалай қосамыз және азайтамыз? Екінші сұрақ, ондық бөлшектерді қосу мен азайтқанда қосудың қандай қасиеттерін қолданады? Бірінші сұрақтың жауабы бөлшектердегі үтірден кейінгі цифрлар санын теңестіру. Үтірдің астына келетіндей етіп, бір бағанға жазу. Үтірге мән бермей қосуды, азайтуды орындау. Шыққан қосындының айырманың мәніндегі үтірді үтір астына қою. Екінші сұрақтың жауабы ондық бөлшектерді қосуда қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдалану. Ал енді балалар, өткен тақырыпты қайталау мақсатында миға шабуыл. Жұлдызшаларды цифрмен алмастырыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, бірге тексерейік. Жауаптарыңыз сәйкес келсе, өте жақсы балалар. Білімді нақтылау үшін тапсырмалар орындау. Өрнектерді ықшамдап, оның мәнін табу. Дескриптор басшылыққа аламыз. Тапсырманы дұрыс орындаған оқушылар, жарайсыздар. Екінші тапсырма. Теңдеуді шешіңіздер. 9,15 қосылған x азайтылған 8,15 тең 21,177. Белгісіз мүше x-ті табу үшін белгісіз қосылғышты табамыз ережесін пайдаланып. Олай болса, шешуі. Тапсырманы дұрыс орындаған оқушылар, жарайсыздар. Үшінші тапсырма. Тиімді тәсілмен есептеңіз. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен сәйкестендіріңіз. Сәйкес келсе, өте жақсы. Ал енді балалар, тақырыпты пысықтау мақсатында мәтін есептерді шығарайық. 3 торсыққа сыйымдылығы 20 литр күбіден қымыз құйылды. А. Бірінші торсыққа 3,5 литр қымыз, екінші торсыққа 8,9 литр қымыз және үшінші торсыққа 9,2 литр қымыз сияды. Б. Бірінші торсыққа 4,7 литр қымыз, екінші торсыққа 7,2 литр, үшінші торсыққа 6,9 литр қымыз сияды. В. Бірінші торсыққа 5,4 литр қымыз, екінші торсыққа 6,2 литр және үшінші торсыққа 8,6 литр қымыз сияды. Әр жағдайда 3 торсықты толтыруға қымыз жеткілікті ме? Қай жағдайда және қанша литр қымыз артық қалады? Шешуі. 3 торсыққа сыйымдылығы 20 литр күбіден қымыз құйып аламыз.
А. Жеткіліксіз. Бұл жерде 21,6 азайтамыз 20. Тең болады 1,6 литр кем. Б. Жеткілікті. Бұл жерде 20 литрден 18,8 литрді азайтамыз. 1,2 литр артық. В. Жеткіліксіз. Бұл жерде де 20,2 азайтамыз 20 литрді. Тең 0,2 литр кем. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты бекіту мақсатында келесі тапсырманы ұсынамын. Самат бір сан ойлады. Ол ойлаған санға 14,8-ді қосып, одан шыққан санды 3,56-ны азайтқанда 75,29 саны шықты. Самат қандай сан ойлады? Тапсырманы дұрыс орындаған оқушылар, жарайсыздар. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қорытындылау мақсатында өзіндік жұмыстың тапсырмаларын ұсынамын. Тапсырманы дескрипторге басшылыққа аламыз. Өзіндік жұмысты орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Рефлексия. Бүгінгі сабақтағы өз жұмысыңды төмендегі жауаптардың біреуін таңдап арқылы бағалаңыз. Сабақтың күрделілігін бағала. Сізге сабақ жеңіл, қарапайым, қиын. Материалдарды меңгеру дәрежеңізді бағалаңыз. Толық меңгердім. Бүгінгі сабақты жартылай түсіндім. Бүгінгі сабақты түсінбедім. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін бірге жұмыс атқарғандарыңызға рахмет.